Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді, тойымды, әрі ұсынғанда өте әдемі ерекше болып көрінетін штрудель тағамын дайындаймыз. Бұл тағамды кешкі асқа немесе ауызашарға дайындасаңыздар керемет болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керек болады картоп, сәбіз, пияз, сарымсақ және де ет. Еттен мен тауық етін қолдандым. Сіздер қалауларыңша қой, сиыр етін қолдансаңыздар болады. Қызып тұрған майдың үстіне етімізді салып, сәл қызартып қуырып аламыз. Содан соң үстіне татымына қарай тұз салып, пиязымызды салып, тағы да 3-4 минут қуыратын боламыз. Пиязымыз қуырылып жатқан кезде үстіне 1-2 дана чеснокты және де қара бұрыш пен паприканы салып, жақсылап қып-қызыл қылып қуырып аламыз. Келесі кезекте үстіне сәбізді салып, 5-6 минут сәл жұмсарғанша қуырамыз. Содан соң үстіне 1-2 ас қасық томат пастасын салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді жуып турап қойған картошкамызды салып, араластырамыз. Байқасаңыздар, мен картошканы үлкендеу етіп турадым. Себебі қамырын жайып, оны саламыз дегенше, ол езіліп кетуі мүмкін. Енді үстіне тамағымыз батып тұратындай етіп, су құйып, тұз салып, бетін жауып қоямыз. Оттың астын бәсеңдетуді ұмытпаймыз. Тамағымыз піскенше қамырын жасайтын боламыз. Оған біз ыдысымызға 1 жұмыртқа, 1 пиала су және де 1 шай қасық тұзды салып, шаншқымен араластырып аламыз. Кейін үстіне аз-аздан ұн салып, қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа етіп қамыр илейміз. Қамырдың бетін жауып, 5-10 минутқа тындырып қоямыз. 10 минуттан соң қамырды жұқалап жайып аламыз. Қамырды жайып болғаннан кейін үстіне сұйық майды құйып, барлық шетіне дейін жағып шығамыз. Үстіне салмасына мен үккіштен өткізілген сәбізбен ұсақтап туралған пиязды салдым. Сіздер қалауларыңызша ас көкті немесе пияздың өзінде салсаңыздар болады. Содан соң қолымызбен қамырды осылайша рулет тәрізді етіп орап шығамыз. Оралған қамырды пышақпен осындай кішкене бөліктерге кесіп аламыз. Пісіп жатқан тамақтың үстіне қамырларымызды осылайша салып, 30-35 минут баяу отта пісіріп алатын боламыз. Біздің тамағымыз пісті, тамақ өте дәмді болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңесімді беремін. Менің каналыма тіркеліп, алда шығатын видео рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңырауша батырмасын баса кетіңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет.